Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 3 түрлі коктейльдің рецебін көрсететін боламын. Оригинал рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмді болады. Өте қою, өте дәмді болады. Сатылымда жүрген өте керемет рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бір банан қажет болады. Бананды алдын ала морозильникте 30 минут қойып қойдым. Морозильниктен 30 минуттан кейін алып, осылай турап салатын боламыз. Таза ыдысымызға және де 2 қасық сахарный пудра қажет болады. Ас қасықпенен саламыз. 2 қасық және де описание бөлімінде қанша мөлшерде қанша кететінін бәрін жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Бізге мороженое қажет болады. Мороженейдің 5 қасықтай саламыз. Үстіне міндетті түрде мұздай сүт қосамыз. Бір пиалайда сүт қостым. 1 қасық ас қасықпенен какао қосамыз. Какаоның да оригиналын қосыңыздар. Енді үстіне сгущенка қосамыз. Енді осыны жақсылап блендермен араластыратын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақытта осындай керемет пайдалы видеолар түсіретін боламын. Менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Соларды ашып көрсеңіздер болады. Міндетті түрде осылай коктейльді жасап көріңіздер. Бұл оригинал рецепт. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Осылай жақсылап араластырамыз блендерменен. Сөйтіп іше берсеңіздер болады. Өте дәмді болады, қыздар, жасап көріңіздер. Қою өте дәмді. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің коктейліміз дайын болды. Екінші коктейліміз Ори печеньеден жасалатын Ори коктейлі. Өте дәмді болып шығады, қыздар. 4 штук Орені осылай майдалап блендерден өткізетін боламыз. Осылай майдалап сындырып алыңыздар, сол кезде оңай өтетін болады блендерден. Жарты банан қажет болады. Морозильникте 30 минут қойып қойыңыздар, қыздар. Енді соны қосатын боламыз. Және де мороженейдан 5 қасықтай қосамыз. Мороженейдің басқа дәмі шығып кетпейтін осындай ақ түсін алыңыздар. Сонда біздің коктейліміз өте дәмді болады. Осылай 4-5 қасық саламыз. Грамын описаниеда жазып кетемін. Барлығын сол жерден көрсеңіздер болады. Граммен істейтін болсаңыздар, сіздердің коктейльдеріңіз өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап блендерден өткізіп аламыз. Мұздатылған мороженейді қосамыз. 5 қасықтай және де 1 пиалай мұздай сүт қосамыз. Морозильникте тұрған. Енді соны жақсылап, өздеріңіз көріп тұрғандай, жақсылап блендерден жақсылап езіп аламыз. Біздің Ори коктейліміз осымен дайын болды. Өте қою, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар, өте дәмді болады. Оригинал рецепт. Жасағандарыңызға өкінбейсіздер, осылай жасап көріңіздер. Осылай мұздай күйінде ұсынсаңыздар, өте дәмді, және де сатылымға шығарсаңыздар да болады. Енді 3-ші коктейлімізді дайындайтын боламыз. Өте пайдалы коктейль дайындаймыз. Ол үшін бізге мята қажет болады. Жуып тазаланған және де морозильникте салынған өрікті саламыз. Морозильникте 30 минутта тұрған, шабдалы болса да болады. Енді осыны жақсылап блендерменен жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне 2 қасық сахарный пудра саламыз. Сөйтіп жақсылап езіп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де жасалу жолы өте оңай. Оригинал рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, өте дәмді болады. Осылай жақсылап езіп аламыз. Жақсылап осы блендерден өткізіп, жақсылап езіп болған екен, 1 пиалай сүтімізді қосамыз. Мұздатылған сүт болу керек міндетті түрде. Енді оны да жақсылап еземіз.
Біздің коктейліміз міне осыменен үстіне сүт қосып, жақсылап араластырып, осылай біздің коктейліміз дайын болды. Міне өте қою, әдемі болып шықты. Өте пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына азда болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай 3 түрлі коктейль дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оригинал рецепт. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.